Біз соңғы уақытта талқылап жүрген өте өзекті мәселелердің бірі бұл балалар мен жасөспірімдер арасындағы өзіне өзі қол салу мәселесі, немесе суицид. Бұл мәселе бүгін немесе кеше пайда болған жоқ, 10 жыл бұрын жағдай қазіргіден де ауыр болатын. Бірақ біз қоғам ретінде бұл мәселені ашық талқылап және қоғамдық деңгейге алып шығуға енді ғана дайын болған сияқтымыз. Сондықтан да біз сізге келіп отырмыз, сондықтан да біз бұны әрқайсымызға қатысы бар қоғамдық мәселе ретінде таныстырып көргіміз келеді. Неге мен? Өйткені қызмет бабына байланысты соңғы 2 жыл маған осы мәселемен етене жақын танысып, зерттеуге тура келді. 2014-16 жылдары Қызылорда облысы әкімнің орынбасары ретінде мен аймақтық жасөспірімдер істері жөніндегі комиссияның төрағасы болдым. Бұл комиссия айына 2 рет отырады, және комиссияның негізгі қарайтын мәселесінің бірі бұл балалар мен мектеп жасындағы балалардың арасындағы өзіне өзі қол салу жағдайлары. Осы комиссияның жұмысының аясында біз қанша тырыссақ та, өрімдей балалар өмірден неге күдер үзеді деген сұраққа жауап таба алмадық. Осы бір шарасыздық қатты жанымызға батты. Сондықтан әлемде не істеліп жатыр екен, басқа елдерде қандай тәжірибе бар, жалпы жағдайды зерттеу үшін қайда қарауға болады деген ақпараттың бәрін жинап, біраз зерттеп, осы мәселемен терең таныстық. Бүгінгі менің мақсатым сіздермен бірге неге және не істеу керек деген сұрақтарға бірлесіп жауап іздеп көру. Бұл мәселе тек қана Қызылорда облысы, не болмаса тек Қазақстанға ғана ортақ мәселе емес, бұл жалпы әлемге ортақ мәселе. 2015 жылы Қазақстанда 201 бала мектеп жасындағы өзіне өзі қол салған. Тура осы жылы тағы да 485 бала суицидтік талпыныс жасаған. Өкінішке орай осы жағдайлардың 68%-ында біз неге деген сұраққа жауап таппадық. Енді біздің жалпы осы жұмыстың аясында негізгі түсінгеніміз, суицид бұл бір ғана саланың, не болмаса мемлекеттің күшімен ғана шешіле алатын мәселе емес. Бұл жалпы қоғамның назарын талап ететін, сан салалы, жан-жақты, кешенді әрекет талап ететін өте күрделі проблема. Енді әлемге келетін болсақ, жаһанда жер бетінде күн сайын, әрбір 40 секунд сайын бір адам суицидтен көз жұмады. Тура осы уақытта тағы да кемінде 10 адам суицидтік талпыныс жасайды. Соңғы 50 жылда осы кеселден көз жұматын адамдардың 60%-ы жасы 40-қа да жетпеген жас адамдар. Егер әлемдегі суицидтің жиілік картасына қарайтын болсақ, Қазақстан өкінішке орай жағдайы өте мүшкіл елдердің қатарында тұр. 5 пен 14 жас аралығындағы балалар арасындағы өзіне өзі қол салу жиілігі бойынша Қазақстан дүние жүзіндегі ең қатерлі 5 елдің ішінде. 14-29 жас аралығындағы жастардың арасындағы суицид бойынша Қазақстан әлемдегі жағдай ең мүшкіл 10 елдің ішінде тұр. Қазақстанның өзінде 15 пен 49 жас аралығындағы адамдардың арасындағы өлім-жітімнің негізгі 2 себебінің бірі суицид. Біріншісі бұл көшедегі болатын апаттар, көлік оқиғалары және түрлі себептерден болатын басқа да апатты оқиғалар. Қазақстанда қазір жыл сайын 200-ге тарта мектеп жасындағы бала суицидтен көз жұмады. Әрбір аяқталған суицидке тағы 200-ге дейін аяқына дейін жетпеген суицид оқиғалар келеді. Мен бұны айтып тұрған себебім біз бұл мәселенің масштабын түсінуіміз керек. Егер осы статистиканың барлығын жинақтап қарайтын болсақ, Қазақстандағы мектепте оқитын балалардың барлығын жинақтап, 25 бала оқитын бір сынып ретінде елестетсек, осы сыныптағы 5 бала суицид жайлы ойлаған болып шығады. Тағы да біреуі өмірінде суицид талпыныс жасаған болып шығады. Енді себептерге келейік.
Біз де осы жайлы өте көп ойландық. Мамандармен де өте көп сөйлестік. Не себеп? Бұл тұрмыстың тауқыметі ме? Әлде төңірегіндегі адамдармен араздық па? Әлде депрессия мен психикалық басқа ақаулар ма? Әлде шынында да кейбір мамандар айтатындай интернет пен әлеуметтік желінің, ұялы телефондардың әсері ме? Әлде бұның барлығы ыза мен ашудан булығып жасалған кенеттен болатын оқиғалар ма? Әлде арақ пен нашаның кесірі ме? Зерттеп қарасақ, адамның өзіне өзі қол салуына себепші болатын бір себеп жоқ. Бұл әдетте жеке, әлеуметтік, діни, психологиялық, биологиялық астарлары бар өте күрделі феномен. Әдетте бұның барлығы осындай себептердің сабақтасып, бір-бірін күшейтіп келіп әсер ететін жағдайларын көреміз. Бірақ ең маңыздысы, қоғамдағы адамдардың өзіне өзі қол салуы, суицид, бұл қоғамдық ахуалдың, әлеуметтік экономикалық жағдайдың, жалпы қоғамның сапасын, өмір сапасын көрсететін өте маңызды барометр. Егер мемлекет тиімді жұмыс істесе, егер қоғам сапалы болса, суицидтің жиілігі азаюы тиіс. Бірақ жаңа қараған тізімдерді байқасаңыздар, біз бұл тізімдерде әдетте өзіміз салыстыратын елдердің қатарына тұрған жоқпыз. Сондықтан ойлану керек секілді. Мен жоғарыда айтқан жасөспірімдер істері жөніндегі комиссияның бір отырысында ауылда болған бір суицид жағдайы қаралды. 15 жасар баланың анасы кешке баласына телефонмен ойнауды доғарып, үйдің бір шаруасына араласуды сұрайды. Әкесі де анасын қоштап, баласын сөгет, бала осыған ашуланып, далаға шығады да қораға барып асылып қалады. Комиссияның отырысында біз шақырып, мектептегі психологпен, мұғаліммен, директормен сөйлесеміз. Бұлардың барлығының айтатыны, жап-жақсы отбасынан шыққан бала, сабақ үлгерімі жақсы, бұған не себеп болғандығын біз түсінбейміз дейді. Комиссияның басқа мүшелері мүмкін интернеттің, әлеуметтік желілердің әсері шығар деді. Қысқасы біз көп талқылап, себебіне келе алмай, аяғында мектепке балалардың психикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін шараларды күшейтуді, тағы да бір қосымша арнайы мамандарға әлеуметтік желілердегі қауіпті топтарды анықтап жабуды, сайттарды жабуды тапсырып, осындай шешімдер қабылдадық. Бірақ сонымен бірге бұл оқиға біздің назарымызды аударғаны, әке-шешесінің қалауы бойынша бұл суицид ретінде тіркелмеген болып шықты. Содан арнайы адамдарға біз бұндай жағдайлардың тіркелу мән-жайын тексеру үшін қосымша тапсырма бердік. Енді тексере келе қосымша мынандай жағдайлар анықталды. Бұл бала 4 жасында өзінің туған әке-шешесіне ажыратылған, сөйтіп өзінің атасы мен әжесінің үйіне берілген. Сол кезден бастап өзінің туған анасымен, әкесімен жақын қатынас болмаған, әсіресе туған анасымен өте қатты араздықта болған екен. Қабылдап алған отбасындағы әкесімен, шешесімен де жақын байланыс болмаған. Өзімен сырласып жүрген досына бала бұл туралы айтқан, және жаңағы сырлас досына оқиғадан бірер күн бұрын өзінің барлық құнды деген бұйымдарын, жеке заттарын сыйлаған, сыйлап тұрып, бұлар енді маған керек болмайды деген. Бұның барлығы не? Бала сыртқа, төңірегіне белгі беріп жатыр. Мен қиналып жүрмін. Жақындармен сөзге келген кезде бірнеше рет мен жалғызбын, жалықтым, шаршадым деген сөздер айтқан. Бірақ не ата-анасы, не мектептегі мамандар бұл сөздерге мән бермеген, мінез-құлықтағы өзгерістерді байқамаған. Айтайын деп тұрғанымыз, бұл баланы алып қалуға болар ме еді? Әрине. Өйткені бала сыртқа белгі беріп тұр, ол ашық айта алмайды. Бірақ жанама түрде досына арқылы сыйлық жасау арқылы заттарын беріп тұр. Әке-шешесіне жалғыздығын айтып тұр. Осының барлығын біз ести алмадық. Біз осының барлығын қабылдап, соған тиісті әрекет жасай алмадық. Ал енді қараңыздаршы, біздің қазіргі қоғамда осындай өз үйінде өгейдің күйін кешіп жүрген бала аз ба? Енді не істеу керек деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Біз зерттеген мәліметтер, халықаралық тәжірибе
бұндай жағдайлардың алдын алуға болатындығын растайды. Ол үшін кешенді өте көп салалардың бірлесіп тиімді әрекет етуін талап ететін арнайы бағдарлама керек. Ол денсаулық сақтау, ол білім беру, ол әлеуметтік қамсыздандыру, ол полиция қызметі, ол журналистердің жұмысы. Осылардың барлығы осы жұмысқа қатысы бар, бір-біріне әсер ететін өте маңызды функциялар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша әлемнің 30 елінде суицидтің алдын алуға арналған бағдарламалар ұлттық стратегия түрінде деңгейінде іске асырылып жатыр. Бұл стратегиялардың мақсаты сол елдердегі суицидтің деңгейін жылына 10%-ға дейін азайту, 2020 жылға дейін. Жинақтап айтқан кезде бұл шараларды екі бөлікке бөлуге болар еді. Біріншісі, шұғыл қолға алынуы тиіс, қысқа мерзімде нәтиже беруі тиіс шаралар. Және ұзақ мерзімде тұрақты төмендеуге жол ашатын жүйелік маңызы бар қосымша амалдар. Қысқа мерзімде бізге қажеті балалармен етене жұмыс істейтін мамандар, әсіресе мұғалімдер суицид сақшылары ретінде қызмет етуге дайындалуы тиіс. Ол қиын емес. Біз мұғалімдерді баланың сөзінен, қимылынан, іс-әрекетінен, мінезінен жаңағыдай айтылған белгілерді танып, ол туралы жанындағы психолог әріптеске хабар беруге үйретуге міндеттіміз. Бұларды әлемдік тәжірибеде suicide gatekeepers немесе суицид сақшылары дейді. Екінші кезекте мектептегі психологтар бұл мәселемен бетпе-бет келуге дайын болуы тиіс. Олар педагог-психолог ретінде мамандыққа дайындалған кезінде өкінішке орай бұл мәселемен бетпе-бет келуге дайындалмайды. Сондықтан оларды да оқытып дайындауымыз керек. Енді мектептегі психолог мамандардың үлкен атқаратын жұмысы бұл 14, 15, 16 жас аралығындағы балалардың арасында кешенді диагностика өткізу керек. Бұл диагностиканың негізгі құралы сауалнама. Бұл сауалнамада бір қарағанда оғаш көрінетін сұрақтар бар. Мысалы, баладан сұрайды: сіз өміріңізде өзіңізге өзіңіз қол ұстау туралы ойлап көрдіңіз бе? Ойласаңыз, оны қалай жасағыңыз келді? Осы сұрақтардың төңірегінде пайда болған таластың салдарынан біз Қызылорда облысындағы пилоттық жобаны 6 айға шегеруге мәжбүр болдық. Бірақ белді қазақстандық халықаралық мамандардың араласуы арқылы мұндай сұрақтардың қажеттігі дәлелденді. Өйткені жоғарыда айтылғандай, суицидтік торығуға душар болған бала сырттан көмек тілейді, көмек іздейді. Және осындай төтесінен қойылған сұрақтарға жауап беруге дайын. Ал егер өз сенетін адам болса, онымен ашық әңгімелесуге де дайын болады. Сондықтан бұндай сұрақтардан қорқудың керек жоқ. Бірақ балаларды бұндай ашық әңгімеге шақырсақ, ақтарылуға шақырсақ, біз оларға нақты көмек көрсетуге де дайын болуымыз керек. Әр баланың сенімі, үміті маған көмек керек деген міндетті түрде орындалуы, ақталуы тиіс. Сондықтан бұл жерде 3-ші және 4-ші топта арнайы оқытылатын, дайындалатын топтар, бұлар жалпы практикадағы дәрігерлер және психиатр мамандар. Яғни тәуекел тобына енген балаларға біз қажет болса психологиялық, дәрігерлік және психиатриялық көмекті тиісті деңгейде және олардың жанын жараламайтындай болып өте жоғары сапада көрсетуге дайын болуымыз керек. Сонымен бірге бұл тек қана осы айтылған мәселелерде емес, қоғамда ақпараттандыру талап етеді. Және қоғамдағы психологқа жүгіну мәдениетін қалыптастыруды талап етеді. Өкінішке орай бізде бұл стигма өте күшті. Яғни осы жұмыстың барлығын үйлестіріп, реттеу, бір бағытқа салу, сонымен бірге әр саладағы адамдардың жұмысын ұйымдастыру бір орталық талап ететін секілді. Қазір біздің ұсынысымыз осы жұмысты ұлттық деңгейде үйлестіретін, барлық ауыл аймақтарға ортақ әдістеме бере алатын және жұмысты бір жерден ұйымдастыруға мүмкіндік беретін үкіметтік емес ұйым болу керек деп ойлаймыз. Бұл ұйым, бұл ұсыныс екі негізгі министрлікте талқыланды. Қазір аймақтар деңгейінде іске асыру механизмдері талқыланып жатыр. Осы ретте бұл жобаға тек қана мемлекеттік мекемелер емес, сонымен бірге елдегі бизнес өкілдері, халықаралық ұйымдар, ғылыми орта, эксперттік орта белсенді араласуы тиіс. Мүмкіндікті пайдаланып, бізге осы жұмысты облыста ұйымдастыруға қатты көмектескен және әлемдегі бар тәжірибені жинақтап, Қазақстан үшін бейімдеп алып келген
Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры, ЮНИСЕФ-ке ризашылық айтқымыз келеді. Бүгін ол кісілер осында. Сонымен бірге өзіміздің қазақстандық мамандар, психиатрия орталығының эксперттері, бұлар да өте көп көмектесіп жатыр. Жалпы айтпағымыз осы мәселеге үлес қоса алатын, құнды ұсыныс бере алатын, кез келген жеке адам болсын, ұйым болсын, барлығымыз басымыз бір жерден қоста табылса, барлығымыз қоғам ретінде осы мәселемен жұмыс істеуге бел бусақ деген ұсыныспен келіп отырмыз. Енді өзіміздің облыстағы іске асырылған пилоттың нәтижелері жөнінде. Ең басты негізгі нәтиже қазақстандық мамандар бұл мәселемен бетпе-бет келуге қажетті әдістеме және құралға ие болды. Біз ел көлемінде жасалатын жұмыстардың алгоритмін білеміз. Бұл негізгі нәтиже. Бірақ сонымен бірге біз кейде айтуға тартынатын нақты сан күйіндегі айтылатын нәтижелер де бар. Кезінде біздің облыста жыл сайын 15-ке дейін аяқталған суицид фактілері болатын. Соңғы 6 айда бірде-бір жағдай болған жоқ. Сондықтан бұл таратуға тұратын, зерттеуге тұратын және қолдануға болатын нақты шаруа деп ойлаймыз. Сонымен бірге жаңағы айтылған қысқа мерзімде іске асырылатын жобалар, олардың өзі де жеткіліксіз. Өйткені бұл тәуекел тобына келген балалармен жұмысқа арналған бағдарлама. Ал тәуекел тобына келу ықтимал балалар қанша? Арнайы жүргізілген әлеуметтік зерттеулердің нәтижелеріне қарасақ, Қазақстандағы мектеп жасындағы балалардың 26% әртүрлі суицидтік ойға алып келуі мүмкін қауіп қатердің ықпалында жүр. Яғни, біз балаларды осында ойға әкелуі мүмкін деген себептермен жұмыс істеуіміз керек. Мамандармен ұзақ араласып, ұзақ сөйлесіп, талқылап, бұны біз қазір балалардың денсаулығын және өмір дағдыларын қалыптастыру бағдарламасына жинақтап отырмыз. Денсаулық деген кезде біз тән және жан саулығын бірге айтамыз. Соның ішінде психикалық саулық мәселелері. Егер осындай кешенді үлкен жоба жасалатын болса, онда біз шын мәнінде елдегі суицидтің тамырына балта шабатын кешенді жоспар жасай аламыз деп ойлаймын. Әр психолог баланың досына айлануы тиіс мектептегі. Бала кез келген жан күйзелісімен келіп жүгінетін бір адам болса, ол мектептегі психолог болуға міндетті. Өйткені біз арқа сүйей алатын, осыған маманданған, дайындалған жалғыз адам болса, ол мектептегі психологымыз. Мектептегі психолог осындай жұмысқа дайын мектептерде біз талай балалардың өмірін сақтап қалған тамаша оқиғаларға куә болғанбыз. Соның бір мысалын айтайын. Бір қыз бала анасынан бір қолында 6 саусақпен туған. Осы кемістіктің әсерінен 14 жасқа келген кезде қыз бала өте қатты күйзеліске ұшыраған. Сол күйзелістің әсерінен суицидтік ойларға келген. Қасындағы құрбылары соны байқап, көріп, мектептегі психологына қатты сенетін екен, сондықтан келіп апайларына жағдайды түсіндіріп айтқан. Психолог апайлары жаңа қызбен кездесіп, сырласып, тілін тауып, оны дәрігерге көрінуге көндіреді. Дәрігерлер бірден жаңағы артық саусаққа ота жасайды, сөйтіп жаңағы бойжеткен жаңа өмір бастап кетеді. Қандай тамаша? Бұл қыздың маңайындағы адамдардың, құрбыларының суицидтің сақшысы деген өзінің рөлін өте жақсы атқарғанның бір жақсы мысалы. Мектептегі психолог өзінің қызметін өте сапалы деңгейде орындалғандығын бір көрінісі. Сонымен бірге дәрігер де өзінің жұмысын өте жақсы орындады. Айтайын дегеніміз бұл осындай. Барлығымыздың сақшылық функциямыз талап ететін өте маңызды мәселе. Ол қиын емес, оны байқау. Аздап қана жанымыздағы адамның күйзелісін, сөзін, мінезін, бір қиналып жүргендігін байқасақ, қалай көмектесе аламын, не істей аламын дегендей бір ниет білдірудің өзі жетіп жатады. Психологтар айтады, әрбір суицид бұл естілмей қалған жан айқайы. Сондықтан қоғам болып, қауым болып, ортамыздағы осындай жан айқайды ести білейік. Рахмет.